Бәріне ассалаумағалейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып басқалармен бөлісе кетеміз. Жалалаттин Менкуберди немесе Жалалаттин Менкуберти. Жалалаттин вад-Дин Абул-Лахаб Музаффар Менкуберди ибн Мұхаммед 1199-1231 жылы соңғы Хорезмшах сұлтаны. 1220 жылдан бастап Аллаттин Мұхаммед екінің үлкен ұлы және де оның үнді әйелі Айшеше хатунның Жалалаттин Менкуберди немесе Манкуберди деп лақап атқа ие болды. Бұл бетінде туылған дақпен дегенді білдіреді. Жалалаттиннің нақты туған күні белгісіз, алайда оның шартты туған күні 1198 жыл болып саналады. Күрдістан сотында үлкен құрметке ие болған әжесінің қыпшақ ханшайымы Түркен хатунның ықпалы талабы бойынша қазіргі дәстүрлерге қайшы Жалалаттиннің інісі Узлақ-Шах тақтың мұрагері болып тағайындалады. Жалалаттин әскери ортада өсіп, жауынгердің дағдыларын ерте меңгереді. Оның иелігінде Газана, қазіргі Афганистан болды. Бірақ оның әкесі қастандықпен қорқып, ұлын өзімен бірге Гүржістанға ұстады. Жас Жалалаттин шекараға шығуға тырысты. Онда сыртқы жаулармен шексіз шайқастар өтті. Шыңғысханның жоспарлаған шабуылын білген Жалалаттин әкесіне Сырдарияға әскер салып, сол жерде жауды қарсы алуды өтінді. Бірақ оның әкесі қорғаныс қабырғалары мен бекіністерді жауды елге жібермейтінін және де ол әскери жинай алмайтындығын сенімді болды. Моңғолдар қалаларды тез басып алды. Алдымен 1220 жылы Бұқара мен содан кейін Самарқанды басып алды. Ал Мұхаммед бірнеше сәтті шайқастардан кейін батысқа шегінуге мәжбүр болды. Аңыз бойынша Мұхаммед Каспийге қашып қатты ауырып 3 күн ұлын шақырып, Жалалаттин тағының мұрагері деп жариялап, белбеуіне қылышымен іліп кіші ұлдары мойынсұнуға шақырды. Мұхаммед қайтыс болғаннан кейін Жалалаттин таққа отырды. Бірақ Гурганс дворяндарының халықтың қолдауына қарамай жаңа билеуші танымды. Жалалаттин 300 түркмендік жігіттерден әскер жинап Хорасанға бет алды. Ниса округіне олар 700 адамнан тұратын моңғол отрядымен кездесіп, оларды оңай жеңді. Бұл кішігірім жеңіс Хорасан халқын моңғол басқыншыларына қарсы тұруға шабыттандырды. Бұл Шыңғысханның әскерін Жалалаттиннің кіші ағаларының армиясына тап болған Хорезм мен Хорасанға жіберуге мәжбүр етті және де оларды аяусыз жеңді. Өзінің мұрагер тағайындағына барар жолда Жалалаттин өзінің 40 мыңдық әскері бар Малик ханым мен Түркен ханы Сейд Алаттинмен, сондай-ақ 40 мыңдық әскермен бірге одақтас тапты. Кандыгар маңында біріккен әскерлер моңғолдарды талқандап, Жалалаттин Газанаға жетті. Менкуберди жоғарғы ағасында оған бұрынғы губернатор Меріп хан Малик және де Түркмен ханы Сейд ат-Дин қосылды. Газаниге келіп, Жалалаттин көп ұзамай 10 мыңдық әскер жинады. Онымен бірге Кандыгарды қоршап алған моңғол отрядына шабуыл жасап, оны жеңді. Сығанаған Хорезм отрядының әскери жетекшілері өз билеушісінің жетістіктері туралы естіп Газанге жинала бастады. Көп ұзамай Жалалаттин басшылығымен 70 мыңға жуық жауынгер болды. Оның туының астында немере ағасы Амин аль-Мулк, қолбасшы Тимур Малик хан, қарлық Азам Малик және де ауғандық көсемі Музаффар Малик келді. Хорезмшахтың күштері туралы әлі білмеген Шыңғысхан оған қарсы Шиги Құтығудың басшылығымен 30 мың әскер жіберді. Парапан шайқасы көктемде Жалалаттин әскері Гори өзеніндегі Балабан ауылының жанында Шиги Құтығудың алдындағы қатарына шықты. Моңғол отряды толығымен өлтірілді. Тек 100 жауынгер құтқарылды. Содан кейін Жалалаттин шатқалға бет алды. Онда ол шайқаста күте бастады. Шиги Құтығы бүкіл әскерін осы жерге көшірді. Екі әскер де тік жартастармен жабылған жарты шатқалға жиналды. Атқыштар үшін бұл жер қолайсыз болды және де екі жақ манбер жасаудан бас тартуға мәжбүр болды. Жалалаттин Тимур Маликке жаяу садақшыларды алға жылжуды бұйырды. Шиги Құтығы хорезмдіктер жаудың әлсіз жерін тауып, жартастарды көтеріп, моңғолдарды жоғарыдан атуға кіріскеннен қарамастан бірнеше күн созылды. Бұл моңғол армиясының айтарлықтай зиян келтірді. Келесі күні таңертең Жалалаттин жауынгерлері шатқалға қарап, моңғол армиясының көп
болғанын көрді. Шын мәнінде шеги қотығу қосалқы жылқыларға шүберекпен оралған сабын толтырылған жауларды отырғызуды бұйырды. Хорезмшах өзінің әскери жетекшілерін тыныштандырып, өз әскерін бүкіл бірінші жолына асығуды бұйырды. Жаудың сол қанатына моңғол шабуылы жебенің астына түсті. Содан кейін шеги қотығу бүкіл майданда жауға шабуыл жасауды бұйырды. Алайда жебелер мен жарты жерлер моңғолдарға жетістікке жетуге мүмкіндік бермеді. Жалалаттин егіп өз жауынгерлерін ер-тоқым бастады алды. Күтпеген моңғолдар қашып кетті. Хорезм жауынгерлері шегініп жатқан жауға шабуыл жасап, шеги қотығу өз әскерінің жартысын жоғалтты. Афганистан өз Александр Македонскийдің Табланың құлауына дейінгі соғыстардың тарихында айтылған. Көп зерттеушілер моңғол әскерлерінің Парабандағы жеңілісі, Шыңғысханның батысқа жорығы кезінде Орта Азиядағы Иран мен Афганистандағы әскери әрекеттердің кезінде моңғолдардың жалғыз ірі жеңілісі болып атап өтті. Жалалаттин тек жауынгер арасында ғана емес, халық арасында да әділ және де заңды билеуші ретінде қолдауға тапты. Парабан жеңілісінен кейін моңғолдар Афганистан аумағына кетті. Бұған жауап ретінде Шыңғысхан өзі Хорезмшахпен шайқасқа қатысуға шешім қабылдады. Бірақ Жалалаттин қолдайтын қолбасшылардың арасында алауыздық болды. Қыпшақтар, қарлұқтар мен афгандар Жалалаттиннің Шыңғысханмен маңызды шайқасқа дайындалып жатқанын тастап кетті. Парабан астындағы моңғолдарды жеңгеннен кейін Шыңғысхан негізгі күштерін басында Жалалаттинге көшті. Ол оны Инд өзенінің жағасында 1221 жылдың 9 желтоқсанынан басып озды. Хорезмшах әскері жартай салып екі қапталмен өзенге тіреді. Моңғолдар көп ұзамай жеңілген қапталдарға құлады. Орталық өтуге тырысты, бірақ жауынгерлердің көпшілігі жойылды. Жалалаттин бүкіл гаремін өзенге батыруды бұйырды. Содан кейін тұтқынға түспеу үшін ол үлкен жартаспен Анд пен Инд өзенінің суларына жүгірді. Хорезмшах 4000 шабандозымен бірге Индінің басқа жағалауына жетіп, тіпті моңғолдардың қылышпен қорқыта алды. Шайқаста Жалалаттин отбасы тұтқынға алынып, өлім жазасына кесілді. Өзі Үндістанға кетті. Аңыз бойынша жас сұлтанның батылдығын таңғалған Шыңғысхан ұлдарына әкенің осындай ұлы болу керек деді. Қуғын-сүргін үшін Шыңғысхан Балон, Ноян және де Дурбан зындылықтары бастаған отрядты бөлді. Бірақ Мултун қаласында жеткенде моңғолдар сұлтанның ізін жоғалтты. Жует тауларында орналасқан Штара округінің жергілікті үнді жартасы Жалалаттиннің маңында әскерлерді қалдықтармен пайда болғанын біліп, 5000 жаяу әскермен 1000 атты әскер жинап оған қарсы шықты. Кенеттен Жалалаттиннің өз жауға шабуыл жасады. Ол қысқа жекпе-жектен кейін өз әскерлерін қашып кеткен жарына жеке өзі атып өлтірді. 1224 жылдың басына дейін 3 жыл Жалалаттин Үндістанды өтті. Иран мен Месопотамияға жорық жасады. Кең аудандарды жаулап алды. 4 жыл бойы Жалалаттин Үндістандағы моңғолдармен соғысқан. Ол түркмендердің жаңа әскерлерін жинап, батыс Иран мен Кавказға бет алды. 1225 жылы Жалалаттин оңтүстіктен Иранның солтүстігіне басып кірді. Қатты қарсылық көрсеткен Марганы алып, Сұлтан Тебризге барып қаланы басып алды. Атабек Өзбек Казанға сол жерден Алажаға бекінісін қашып кетті. Онда ол қайтыс болды. Аз уақыт ішінде Жалалаттиннің билігін Ганджа, Барды, Шейкара және де Арганның басқа қалалары мойындады. 1225 жылы Жалалаттин әскерлері Грузия мен Арменияның бір бөлігін басып алды. 8 жыл 1225 жылдың тамызында Шығыс Армения армиясы және де Жалалаттин армиясы арасында Гарни шайқасы ретінде тарихқа енген шайқас өтті. Хорезмшах жеңіске жетті. Грузиндер елшілері бітімгершілік келісім жасау және де моңғол әскерлеріне қарсы тұру туралы ұсыныспен жіберіп, ол Русудан Ханшайымын бас тартты. 1226 жылы ол Грузия астанасы Тбилисиді басып алып қиратты. Онда Хорезмшах барлық шіркеулерді қиратты. Исламды қабылдаған Тбилиси тұрғындарына ғана тірі қалдырды.
Шыңғысхан Забановский Жалалаттинді жаулап алу кезінде Илдызаттар мемлекетін ыдыратты. Шиважиттер және де Жалалаттиннің басшылары ретінде танылды. 1227 жылы Рей маңында Жалалаттин моңғол әскерлеріне талқандалды. Сол жылы Испақан тұрғындары көмекке шақырылған. Хорезмшах болған шайқаста жеңіске жетті. Жалалаттин бірде екі майдан жүргізді. Батыс Ирандағы моңғол әскерлеріне қарсы және де Запкездегі армяндар мен грузиндер. Бірақ 1228 жылы Хорезмшахқа қарсы бірігіп, Коня сұлтаны Аллаттин Хилик Хихуват армиясы патшасы Кехуту Аюви сұлтаны ашырап шықты. Хорезмшах әскерлері бұл шабуылға төтеп бере алмады және де ол жеңілді. Жалалаттин Қыпшақ хандарына моңғол жаулап алушыларына бірігу және де қарсы тұру туралы ұсыныс хат жіберіп, жауап ретінде 1220 жылы Шыңғысханның ұлы Жошы басып алған және де оның баласы болған әпкесінің хат алды. Хатта ол Жалалаттиннің Әмудария өзенінің маңында оған иелік ұсынған моңғолдармен жұмыс істеуге көндіруге тырысты. Бірақ Жалалаттин бұл хатқа жауап берген жоқ. Жалалаттин көрсеткен партия кедергісі өз жауларына 1230 жылы Ирактағы Хилят бекінісін басып алғаннан кейін Хорезмшах Месопотамия мен Кіші Азияның біріккен билеушілерінің шабуылдарынан жеңілді. Жалалаттин әскерлерінің соңғы жеңілісінің қолбасшысы Шарман басқарған Үгедейдің моңғол отрядын басқарды. Жалалаттин шайқаста қатты жараланды. Содан кейін ол өлтірілген. Күрдістан тауларынан жасырынуға тырысты, бірақ құтыла алмады.